Қарағайды. Қылқан деп айтады, қылқан жапырақты айтады, соның ішіндегі қарағай. Орыс тілінде сасна деп айтады. Аршаның бізде қарағайдың түрлері Қазақстанда өседі, бірақ мына түрі шет елден әкелінген түрі. Енді қараңдар, біз мынау аулада не егеміз? Бір гүлдерді гүл үшін егеміз ағашты. Ағашты гүлдерді біреуін гүл үшін егеміз, е? Енді бір мен қазір сұрақ қоям. Енді бірін әдемі жапырақ үшін егеміз. Енді бірін әдемі жемісі үшін өсіреміз. Енді қараңдар, мынау арша, мына жерде мынау арша қараңдар. Бірақ аршаның осы жерде сендір үш түрі көрсетті. Ана жерде белокончик видите, жаңағы үші ақ, көк, жерде золотистый. Қараңдар, мына жерде де көп. Мына бір жердің өзіне сендер төрт түрлі аршаның түрін көресіңдер. Біз қазақта сөйлейміз керек ма? Роды деген қандай біз? Ол қазақ тілінде раушан гүлі. Оның жанына жаңағыдай арша егіп қоюымызға болады. Сонда ол әдемі көрінеді. Немесе қараңдар міне. Бөріне. Ескі ағаштардың түбі бар ғой, кесіп шығып. Соның ішін ойып, соның ішіне гүл немесе шөп өсіп қоюға болады. Сонда көрдіңіз, ертегінің кейіпкері болады. Пион. Немесе тау шымылдық деп аталынады. Біздің тауларда да бар. Сонымен айтыңыз, тау шымылдық. Немесе шұғынық деп айтады. Шұғынық деп үйренеді онда. Шұғынық гүлі. Мен қазір бәрін сұрайын. Қандай гүл? Шұғынық гүлі. Ал мына гүлді не деді? Ал мына гүлді? Құртқа шашты. Үйеңкі. Бұнау Жапон үйеңкісі. Ал мынау Канада үйеңкісі деп аталынады. Сонымен біз мына ағаштарды қалай деп түсінесіңдер? Жаңағы қылқан жапырақтыларға бұл жатпай, жапырағын түсіреді. Бұл ағаштар не үшін өсіреді? Әдемі. Қандай әдемі жапырағы. Қараңдар, мынау көгалдандыруда тағы әлпі шоқысы деген болады. Мынау тұрған сендердің алдыларында әлпі шоқысы. Қазтамақ деп айтады. Біздің тауларда өседі. Сонымен қандай гүл үйрендік? Қазтамақ. Қазтамақ қай жақта өседі? Біздің тауларда өседі. Үй қазтамағы да болады. Бізге қырыққа шашы. Енді мынау Сібір қырыққа шашы деп аталынады. Ал бір екі үш қандай? Сібір қырыққа шашы деп аталынады. Көрмейді. Еске көрсетеді мына мекарончины пияз. Әдемілікке егуге болады пияз. Қай жерден бастаймыз көгалдандыруды? Ауламыздан бастаймыз. Әркім өздерінің Ауламыздан. Әркім өздерінің ауламыздан бастаймыз. Өңілмайын. Ағаш сындырамыз ба? Гүлді жұламыз ба көшедегі? Енді не істейміз? Оны көбейтіп, суғарып, не істейміз? Болады. Асыға қапыларында гүл қандай гүл болды? Ағай деді не көрсетті? Жоқ, не көрсетті? Ай, өндіріс айтады. Мына өсімдіктерді қырқып, гүлді аңның жаңағы бейнесі.